Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен гипстен осындай асықтарды жасайтын боламыз. Өзінің арнайы формасына құйып, кез келген түсте жасай беруге болады. Видеоны жіберіп алмай, соңына дейін мұқият қарап шығыңыздар. Ең алдымен қанша грамм су және қанша грамм гипс алу керектігін білу үшін формамызды таразыға қойып, барлық жеріне су құйып шығамыз. Формаға құйған суымыз 110 грамм болып шықты, оны қайтадан төгіп тастаймыз. Енді формаға салып есептеп аламыз. 111 дегеніміз бізде су, оны 1/63-ке көбейтеміз. 180 шықты. Ол дегеніміз бізде 180 гипс. Енді 180-ді 28%-ке көбейтеміз. 50 шықты, ол бізде 50 дегеніміз судың граммы. 50 грамм су құйып, 5 грамм пигмент қосамыз. Пигмент ол бізде гипске арналған әртүрлі түстегі бояулар. Пигмент салған соң жақсылап араластырып жібереміз. Келесі 180 грамм гипсімізді саламыз. Жүз 80 грамм гипсімізді салып болған соң жақсылап араластырамыз. Басында кішкене қою сияқты болып көрінеді, бірақ жақсылап араластырған соң сұйық болады. Енді асық формасына құйып шығамыз. Менің қолданғаным скульптор гипсі, экранда көрсетіп қойдым. Мен Каспий магазиннен алған болатын. Формаға құйған кезде міндетті түрде осылай ұрғылап жіберіңіздер, бұзылыстар қалмас үшін. Енді дәл осылай бір орында 30-40 минутқа қалдырамыз. Асықтар менде 40 минут тұрды. Дәл осы видеодағыдай формадан алып аламыз.